Роботтар туралы сөз болғанда, көз алдымызға адам тәрізді әрекет, адам тәрізді қимыл жасайтын темірден құрастырылған машина елестейтіні белгілі. Робот сөзін чех жазушысы Карл Чапек ойлап тапқан. Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын, автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы болып табылады. Роботтар кез келген пішінде және кез келген режимде жұмыс істей алады. Мысалы, бізге таныс кір жуғыш машина, микротолқынды пештер, теледидар арнасын ауыстыратын пульт, тоңазытқыш, компьютерлер тағы басқа автоматтандырылған құрылғылардың барлығын роботтар деуге болады. Роботтар атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық және білім беру роботтары да жатады. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін пайдаланады. Сонымен қатар роботтар қауіпті өнеркәсіп орындарында, адам қатынауы қиын жерлерде, жоғары немесе төмен температура жағдайларында, жоғары радиациялы атом электр станцияларында қолданылады. Көліктік роботтар, ғарышқа ұшатын роботтар адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер. Жүргізушісіз қалаған жағына апарып тастайтын робот машиналар. Тұрмыстық роботтар үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғылар болып табылады. Медициналық роботтар медициналық қызметкерлер мен хирургтерге емдеу шараларына көмектесу үшін қолданылады. Адам денсаулығына диагностика жасайтын аппараттарды да медициналық роботтар деп атаймыз. Білім беру роботтарына Lego Mindstorms F3, Arduino сияқты конструкторлар мен электронды құрылғыларды жатқызуға болады.